Сіздер айтпасаңыздар, өзім айтайын, мен дайынмын. Экранға назар аударсаңыздар. Бұл жерде видео көріп тұрған болсаңыздар, бәріңіз танып отырған сияқтысыздар. Нұрсұлтан мен Назым. Екеуіңіз ешқандай қысылмастан, жандарыңызда басқа адамдар бар дейін десем, жалғыз екеуіңіз. Бұл видеодан кейін Нұрсұлтан мен Назымды бір нәрсе байланыстыра ма деп ойладым. Себебі, енді бүгін билегендеріңізді, әңгіме айтып отырғандарыңызды көрдім. Білмеймін, тем более мына жерде Перизат орнынан тұрып кетті. Если араларында ешқандай сезім болмаса, Перизат екеуінің араларында, Перизат былай тұрып кетпес еді деймін да. Баласы ханым, осы жерде айта кетейінші, Нонинің өзінің үйреншікті жағдайы ғой, бұл енді үйреншікті сценарий деп ойлаймын да. Енді кеше Перизатқа сезімі бар адам сияқты көрсетіп, мына жерде ханзадалық өткенше Перизатты қолдағаны бар, өтірік көзін сүзіп мына жерде. Ал енді мына жерде енді ол нәрсе бітті, ханзадалықты алып алды, Перизат ары қарай қызық емес болып қалды. Енді жаңадан қазір кім трендте болып жатыр? Назым трендте болып жатыр, сондықтан да Назымға қарай көшіп жатыр деп ойлаймын. Баласаған негізі бұл ақпараттың шығатынын да өз білген сияқты, бетінің бүл көтпеуіне қарағанда Нұрсұлтанның Перизат та менің сыртымдан кездесті ғой, жігітпен менімен танысты бола тұра деген сияқты. Тура сол Перизаттан бір кек алу мақсатында қайттан турасан сондай нәрсені өзінің қолымен ұйымдастырып отқан сияқты Нұрсұлтан. Баласы ханым, мына жерде бар ғой, Назымға айта кеткім келеді да, тыныш қана жүріп үндемегеннен үйде пәле шығады деген сияқты ғой. Ана жыл айтып жатты ғой, мен жыланымды оятпаңдар деген. Перизат, не болды? Жайғасыңыз. Не болды, мен түсіне алмадым сізді. Неге жылап жатсыз, егерде Нұрсұлтанға басқа үміткер келсе де енді? Сіз өз орныңызда отырасыз. Мен ақпарат ол бөлек әңгіме. Бірақ сіздің қазір жылап қалғаныңызды мен түсіне алмай жатырмын. Баласы ханым, мен Нұрсұлтанымды күткен емеспін. Потому что аның сезімі бар екен мен білемін. Сізге сезімі бар? Иә. Айтты ма солай өзі? Бізге үміткер күтемін деді. Аны бары байқайды қой, баласы ханым. Маған сезім бар екен, бары байқайды қой. Ал қазір сіз кездескенін мен енді бәрі байқады дегенде